Көз алдыңызға елестетіңізші, бірнеше секунд ішінде бәрі астан-кестен болып, адам аспанға ұшып кетті. Бұл фантастика емес, бұл торнадо, табиғаттың ең қатыгез құбылыстарының бірі. Бүгін біз әлемдегі ең күшті, ең жойқын торнадо туралы айтып береміз. Ол шын мәнінде адамды аспанға ұшырып аман қалдырған, бірақ бұл оқиғаның артында ғылым мен үрей тұр. Торнадо ауа массаларының күрт айырмашылығы нәтижесінде пайда болатын, диаметр жүздеген метрге, ал жылдамдығы 500 км/сағатқа дейін жететін айнымалы ауа құйыны. Ол бәрін сорып, көтеріп, лақтырып жібере алады. Торнадолардың негізгі 5 категориясы бар. F0-ден F5-ге дейін. F5 ең жойқыны. Мұндай торнадо тіпті темір рельсті майыстырып, жүк көліктерін 100 метрге лақтырып жібере алады. F0 деңгейіндегі торнадо ең әлсіз болып табылады. Мұндай торнадоның жел жылдамдылығы салыстырмалы түрде төмен, және ол тек шатырлардың шетін сәл көтеріп, ағаштардың бұтақтарын сындырып кетуі мүмкін. Адам өміріне үлкен қауіп төндірмейді. Ал F1 торнадосы орташа қауіпті саналады. Ал F2 торнадосы айтарлықтай қауіп төндіреді. Ал F3 пен F4 торнадолары шынымен де адам шығынымен сипатталады, апаттық жағдай тудырады. 2013 жылы ақштың Оклахома штатында Эль-Рено қаласы тарихтағы ең үлкен торнадолардың бірінің астында қалды. Бұл торнадоның диаметрі 4,2 километрге дейін жетті. Желдің жылдамдығы 480 км/сағат. Бұл тіркелген ең жоғары жылдамдық. Ал метеоролог Тим Самарес пен оның командасы осы торнадо кезінде қайтыс болды. Олар торнадоның траекториясына дұрыс есептей алмады. Бұл оқиға бүкіл әлемге торнадо қаупін еске салды. Бірақ ең таңғаларлығы аман қалған адам бар. Мэтт Сеттер есімді жігіт 2006 жылы Канзаста F4 деңгейлі торнадоға тап болып, көлігімен бірге 400 метрге ұшып кеткен. Ол есінде ауруханада жинаған. Дәрігерлер мұны ғажайып деп атады. Оның айтуынша, алдымен көлік көтерілді, сосын аспанға айнала бастадым. Барлығы көк түске боялып кетті. Торнадо құрылыстарды қиратумен ғана емес, оның кенет пайда болып, жылдам қозғалуымен де қауіпті. Оның бағытын болжау қиын. Торнадо көбіне ақштағы дауыл аллеясы деп аталатын жерге пайда болады. Оған Техас, Канзас, Оклахома жерлері жатады. Бірақ соңғы жылдары торнадо Европа, тіпті Азияда тіркелуде. Климаттың өзгеруі торнадо белсенділігін арттыруда. Ғалымдар торнадоны зерттеу үшін арнайы дрондар, доптар секілді бақылау құралдарын пайдаланады. Бірақ торнадо ортасына жақындау өте қауіпті. Метеорологтар болашақта торнадо пайда болатын аймақтарды 30 минут бұрын анықтай алатын жүйелер жасауда. Бұл мыңдаған адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Сіздермен бірге әлем арнасы келесі видеода жолыққанша.